Баршаңызға сәлем. Сіздердің сұрауларыңызбен сіздер үшін осындай шағын жилеткіні қалай тоқу керектігін көрсетіп кетейін. Ол үшін менде екі спиц қолданамын. Біреуі номер 4-шісі бұл резинкісіне, екіншісі номер 6. Бұл узорға қайшы және маркер қажет. Менде сосын замок қолданған болатынмын. Замок, үлкен замок курткаға арналған. Және жіп Alize Lana Gold. Бұл жерде менде 51% акрил, 49% шерсть. 100 грамм 240 метрлік. Бұдан менен 4,5 жіп кеткен болатын моток. Артқы бөлігін тоқып алдым және бір жарты алдыңғы бөліктің жартысын тоқып алдым. Менде артқы бөлікте 70 петля кетті. 70 петля. Жаңағы бірінені менде бұл жерде 10 қатар тоқылады. 5-еу, 1, 2, 3, 4, 5-еу. Теріс жағы мен оң жағын есептегенде 10 қатар тоқылады. Сіздерге жакеттің алдыңғы екінші бөлігін тоқып көрсетемін. Менде бұл жерде 31 петля. Жаңағы 70 петляны 2-ге бөлгенде негізі 35-тен, бірақ менде жаңағы неге замокке не болады? Алдында замок болады, замокке планк дейді, соны қалдырдым, соған орын. Сондықтан мен 31 петля алатын боламын. Әдемі шетті пайда болу үшін қалай спицқа нені набирать етеміз петельді. Соны көрсететін боламын. Ілмек іліп аламыз. Менде крючок номер 3 и спиц номер 4. Біреу жіпті, рабочий жіпті спицтің артына жібереміз. 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу. Осындай әдемі болып шығады. Міне мен 31 петля тоқып алдым. Енді қарапайым 1-де-1 резинка тоқитын боламыз. Алдымен шетін шешіп аламыз. Артқы бөлігінен. Ойбай, көрініп кетті. 1-де-1 резинка тоқитын боламыз. Резинкасын тоқып алдым. Менде 9 қатар. Енді жалпақтығын өздеріңіз білесіздер, неше қатар тоқысаңыздар да. Енді мен узор тоқитын боламын. Миллиметрлік спицпен тоқимын. Алдымен шеткісін шығарып аламыз. Енді менде шахмат не болғандықтан теріс бағыттағыны оң бағытта қылып тоқимын. Оң бағытта аламын. Оң бағыттағыны теріс бағытта аламын.
теріс жағын тоқып болдым. Бұл менде оң жағын енді үшінші қатар, иә. Үшінші қатар шетін шығарып аламыз. Бізде оңды жаңағы английский резинка мынадан емес, астыңғы бөліктен алатын боламыз. Астыңғы бөліктен аламыз. Теріс бағытта тоқимыз. Оң бағытты мына жерден емес, астыңғы мына бөліктен аламыз. Оңды астындағы шығарып жібереміз. Английский резинка без накид. Осылай тоқимыз. Сонда пышный болып шығады. Накидсіз. Осылай тоқи береміз. Соңына дейін тоқып алдым. Оң жағын, теріс жағын, как обычно, узормен тоқимыз. Терісті теріс, оңды оң, бабушканың әжеміздің үлгісін сияқты тоқимыз. Оң бағытты жаңағы английский резинка без накида тоқимыз. Мен бірінші 9 бөлік тоқыдым. Осындай бөліктен 9-ын тоқыдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-шы бөліктен бастап оң жағынан жаңағы теріс жағын солай тоқимыз да, оң жағынан қысқарттым. Қысқартқанда обычно қысқартамыз. Міне менде шеткі 4 қалды. Оған тоқып келдім. Енді бізде қысқартып жатырмыз. Жаңағы қолымды қысқартып жатырмыз. Қалай қысқартамын? Как обычно, узорды тоқимын. Екінші узор. И мына петельді осылай қысқартылады. Мына екі шетін қысқартпаймын. Өзім солай узормен тоқимын. Біріншісі шеті, екіншісін тоже теріс бағытта тоқимын. Мына жаңағы 10-шы петельден 10-шы бағымнан бөліктен бастап қысқарттым. Шеткі, бұл шеті, содан кейінгі бір петляны мен ауыстырған жоқпын. Теріс бағытта қысқартамыз. Теріс бағытта тоқып келдім. Тек қана оң жағынан қысқартамыз, теріс жағын өзін тоқи береміз. Тек қана 2 бөлік қана қысқартамын да. Сіздерге көрсетейін. 2 бөлік қана қысқартамын. Бір бөлік, 2 бөлік ары қарай узормен тоқи береміз. Ары қарай терісін теріс, оңын оң қылып тоқи беремін. Мына көріп тұрғандарыңыздай, бұл менде екінші жағы. Өзгертпей теріс қылып тоқыдым. Теріс бағытта қысқартып, 2 бөлік қысқарттым. Қысқартып болғаннан кейін ары қарай оң бағытта тоқи бердім. Узорды өзгертіп. Менде осындай шығады. Осындай болып қысқартылып шығады. Бұл менде қолы. Мен енді біріктіріп осылай тіктім. Мынау теріс жағынан, мынау міне оң жағынан осылай көрінеді. Осындай қолдарын бірде-бір резинкамен шеткі петледен алып, осылай жаңағы 4-ші спицпен осылай тоқыдым. Мынау менде жеңдері. Менде капюшоны. Капюшон қолданбасаңыздар да болады. Капюшоны осылай замок. Замок тоже сол спицпен бірде-бір шеткі жаңағы шеткі петледен алып осылай замок қойдым.
таңдым. Екі жағынан осылай тоқып алдым да, замокты осылай тіге салдым. Кәдімгі инемен.